Киелі шаһардың көп аумағын күл-қоқыс басып барады. Қаланың әр бұрышында үйінді болып жатқан қоқыс қалдықтарын көріп, көңілге кірбің түседі. Журналистік зерттеу барысында қаламыздың орталығындағы Хақназар хан көшесіне біршама уақыт аялдадық. Себебі аталмыш көше бойында орналасқан арықтың ішін түгелдей дерлік қоқыс қалдықтар басып үлгерген. Адым сайын шашылған қоқыс қалдықтары қаланың сәнін кетіруде. Ал дәл осы мәселе бойынша жауапты мекеме басшысымен тілдескенде үлгергенімізше жұмыс атқарудамыз. Дегенмен тұрғындардан бір сұрарым, мәдениет сақтасақ дейді. Халыққа айтатын мәдениетті сақтап беріп Түркістан қаламыз өздеріңізге белгілі. Қазір бүкіл түркі дүниесінің астанасы болып отыр. Одан дами келемін, ерекше қала деген статус берейін деп соны дайындап жатыр. Қазір заңдығын қарап отырмыз. Әр адам өзінің мәдениеттілігін сақтап, тазалықты сақтаса, қаламыз керемет болады деп ойлаймын. Міне, жауапты мекеме басшысы өз кезегінде тиісті жауапты айтып отыр. Десек те қала ішіндегі күл-қоқыстан арылу жолдары тым қиынға соғып отқандай. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.